Бұл не әулием? Бұл қазақи емшілік, қазақи дәрілер. Ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан. Бұл адыраспан. Көп семьяда бания бар. Банияға түскенде құр суға түсе салады. Мына адыраспан, ермен, жусандарды осылай шанаймыз. Өсіп тұра баламызда жауылға түйеміздағы банияның ішіне кіргенде анау су толтыратын бөшкеге жауықпен түйіп саламыз. Содан соң қайнаған соң бұдан хош иіс шығады, дәрілігі шығады. Содан кейін бұған жуынамыз. Қол, аяқ, бел ауырғанға ем. Бұл қазақи дәрі. Бұны ішсе де болады. Мына адыраспаннан алмас шығады. Алмас деп тіске қоятын дәрі осы адыраспаннан шығады. Сіздердің үйде бания болса, сіздер де осылай істеп көрсеңіздер болады. Осылай талқанда баласыздардағы жауылға түйіп саласыздар. Міне. Қазір арша, ермен, жусан, мынау адыраспан. ермен. Міне. Ермен. Міне. Жарайды. Осылай істеңіздер. Шипа болсын бәріңізге. Қазақи шипалық сұрайтын болсаңыздар, жерлеріңіз ауырса, қол аяқтарыңыз сұрасаңыздар, мен сіздерге айтып берем. Ата-бабамыздан келе жатқан емшілік бар. Бізге де жұғысты. Соны енді ошақта істейік деп жатырмыз. Алла қаласа. Міне. Болды.